Сәлем, бүгін арасына банан салынған сүтті қыз тортын дайындаймыз. Сіз де дәл осылай жасап көрсеңіз болады. Онда бастаймыз. Жұмыртқаны толық араластырамыз. Үстінен ерітілген сары май мен үзгішоңканы салып, тағы да араластырамыз. Егер сізде миксер болмаса, венчикпен де араластыруға болады. Ұнға қопсытқышымызды алдын ала салып араластырамыз. Содан кейін екеуін сұйық тестамызға бөліп отырып салып миксерлейміз. Ұнды асықпай бөліп салғанымыз жақсырақ. Ұны көп салынып кетсе, тестамыз өте қатты қою болып кетуі мүмкін. Бізге сұйықтығы орташа болуы қажет. Мен тестаны осындай кондитер мешокқа салдым. Егер сіздерде бұндай кондитер мешок болмаса, кәдімгі қасықпен де салуға болады. Пергамент қағазына кальциямен диаметрін 22 етіп сызып алып, содан кейін сол сызылған шеңбердің ішіне тестамды айналдыра құйып, тегістеп шықтым. Қызып тұрған 180 градустағы печкада 3-5 минут аралығында пісіріп аламыз. 7 коржик шығады. Коржикті ақшыл пісіргеннен қарағанда сарғайтып пісіріп алған жақсы, толық піскен болады. Кремін дайындаймыз. Творожный сырға сливки мен сахар салып, қою болғанша жоғарғы жылдамдықта миксерлейміз. 5 немесе 7 минут тоқтаусыз миксерлейміз. Крем дайын болғаннан кейін коржиктарды кальцияға салып жинаймыз. Егер кальцияға салып жинасаңыз, торттың шеті тегіс болып шығады. Осылай коржиктардың арасына банан салсаңыз, тортыңыздың дәмі енді керемет болып шығады. Коржиктардың барлығын құрастырып, кремін толық жағып шыққаннан кейін, дәл осылай сүтті қыз тортының сыртына арналған вафлимен сәндеп шықсаңыздар болады. Болмаса, торттың сыртын өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Міне тортымыз дайын болды. Егер сізге ұнаса, осы рецептпен дайындап көріңіз және бағасын беруді де ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет. Ас дәмді болсын.